Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Көңіл-күйлерің қалай, жақсы ма? Жақсы. Бүгін бізде Қазақстан тарихы. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз Қазақстанға ксро халықтарының депортациясы. Біз бұдан алдын Ұлы Отан соғысының аяқталуын өттіге, Қазақстандағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі. Яғни Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Майданнан көптеген халықтарды Қазақстанға көшіру басталды. Яғни бүгінгі тақырыбымыз осы бойынша болады. Бүгінгі тақырыбымыздың оқу мақсаттары Ұлы Отан соғыс жылдарында ксро-дан депортацияланған халықтардың ұлттық ерекшеліктерін анықтаймыз, тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін анықтаймыз және оны салыстырамыз. Демографиялық өзгерістердің себептерін және олардың салдарын анықтайтын боламыз. Оқушылар, біз суретке мән берейік. Суретте не байқадық? Мән берейік. Жоқ, ашаршылық біздің тақырыпқа байланысты. Тақырып қандай? Қазақстанға өзге ұлттарды депортациялау, яғни көшіру керек. Енді сурет бойынша бірінші топ не көріп тұрмыз, жауап берейік. Сол соғысы кезіндегі халықтарды басқа Қазақстанның және Орталық Азияға көшіріп жатырған суреттер. Жарайсың ұлдана. Екінші топ, сендердің қандай ойларың бар бұл сурет бойынша? Жауап береміз. Ұлы Отан соғысындағы болған адамдардың бәрін тыл жерге көшіріп, адамдардың қауіпсіз өмір сүру, ары қарай қауіпсіз өмір сүріп кету бейнеленген. Жарайсың қуам. Бұл сурет бойынша сұрақтарың бар ма? Онда келесі термин сөздерге өтейік. Бұл жерде біздің тақырыпқа сай депортация сөзі және демография, мобилизация, эвакуация сөздеріне анықтама береміз. Жалпы бұл депортация деген балалар биліктің нұсқауымен жеке адамдардың, халықтардың еріксіз, яғни өз отанынан күшпен басқа жерге жер аударуды айтамыз. Демография бұл халықтың, ұлттың немесе ұлттың санын, құрамы мен құрылымын, аумаққа бөлінуін, өсу немесе кему динамикасын тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін ғылымның бір саласын айтамыз. Ал мобилизация бұл елдің қарулы күштері мен экономикасын, соғыс мұқтаждықтарын қамтамасыз ету үшін жүргізетін үлкен іс-шараларды айтамыз. Эвакуация, яғни бұл сендерге таныс болу керек, соғыс қимылдары жүріп жатқан жерден халықты немесе өндіріс орындарын, әртүрлі бағалы заттарды майданнан тыл жерлерге көшіруді айтамыз. Түсінікті қояйық термин сөзі. Тезірек дәптерімізге түртіп алайық. Бүгінгі тақырыпқа сай видеоны мұқият тыңдаймыз, қараймыз және осы видеоға байланысты кейін сендерге қосымша тапсырмалар беретін боламыз. Не себепті кеңес өкіметі Қазақстанға өзге ұлттарды қоныстандыра бастады? Соғыс қарсаңында Қазақстан неліктен депортацияланған халықты көшіретін аймақ ретінде таңдалды? Қазақ жерін игеруді кеңес өкіметі қалай жүзеге асырды? Кеңес өкіметі депортацияланған халық арқылы еңбек ресурстары проблемасын қалай шешті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Оқушылар, видеоны көріп болсақ, сендерге тапсырма. Осы видеоға сәйкес Қазақстанға қандай ұлттар қанша мөлшерде келгенін диаграмма арқылы көрсетеміз. 5 минут уақыт беремін. Осы диаграммаға топпен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Жарайсыңдар оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, мына топтан Қазақстанға ең көп ұлтты көшіріп алып келген санын және жылын айтсақ. Кім айтады? Қазақстанға депортацияланған халықтардың арасында ең көбісі немістер болған. Олардың күштеп көшірілген жылдары 1941-42 жылдары болған. Саны 900. Жарайсың. Келесі топтан ең аз ұлттар саны қанша болды және қай жылы қандай ұлт? Ең аз саны ол 1944 жылы күштеп көшірілген, саны 37 мың және олар ұлты балғарлар болған.
Bu öte тамаша, жарайсыңдар. Көп теремдер жұмыс істеді, жарайсыңдар оқушылар. Енді келесі ойын тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмамыз ойын түрінде өтеді. Бұл ойынның аты крестиктер және нөлдіктер. Бұның ойын шартын түсіндірейін. Әр команда номер таңдайды. Сол номердегі сұраққа қоямын және жауап береді. Егер дұрыс жауап берсе, X белгісін қоямыз. Егер жауап бермесе, келесі команда сол сұраққа жауап беру арқылы X-ті табады. X белгісін қойылады. Түсінікті ма? Кеттік. Бірінші командадан бастаймыз. Досмұхаммед, баста. Қайсыны таңдайсың? Екінші. Жарайсың. Так. Сұрақ тыңда. Кімдерге арнайы қоныстанушылар мәртебесі берілді? Қазақстанға келген жалпы Қазақстанға арнайы қоныстанушылар кімдерге берілді? Қазақстанға көбінесе жер аударылған халыққа көбінесе келіп тұрақтан болды. Яғни басқа жерден жер алып келген адамдарға арнайы қоныстанушылар деген ат берілді. Дұрыс, жарайсың. Бұл жерге X қоямыз. Келесі, екінші команда. Кім таңдайды? Досмұхаммед таңдаймыз. 8-ші номер. Қазақстан Халқы Ассамблеясы қай жылы және қай күні құрылды? 1995 жылы Жарайсың, яғни 1995 бірінші наурызда құрылған. Дұрыс па? Оқушылар қалғанымыз? Жарайсың. Одан кейін келесі топ. Таңдаймыз. Ол болсын. Менің таңдаған саным 4. 4. Еділ бойынан 1.120.000 қай ұлтты көшіріп алып келді және соның 440 мыңдайы Қазақстан аумағына қоныстандырылған. Яғни бұл қай ұлт өкілдері болды? Меніңше ол немістер деп ойлаймын. Жарайды. Яғни бұл немістер Қазақстанға соның 140 мыңдайы Қазақстанға көшіріп алып келген неміс ұлты. Бұл да барлық шетінен тауып жатырмыз. Келесі топ кім таңдайды? Келесі топ Досмұхаммед. Қуан таңдаймыз. Мен таңдаған сан 6. Тыңдаймыз. Еңбек армиясындағы жұмысшылар саны қанша болды? шамамен 70 мың. Дұрыс па? Басқа топ. Сұраққа дұрыс жауап берді ма? Жарайсың. Жарайсыңдар. Енді келесі команда. Қай номер таңдаймыз? Нұрбол. 7-ші номер. Қазақстанда қазір қанша этнос өкілдері тұрады? Қазақстандағы ұлттар саны 130-дан жоқ. дұрыс па? 130-ға жуық па? Қандай ұлттар тұрады Қазақстанда? Әртүрлі. Қандай аттарында екен? Тәжіктер, Өзбектер, өзбектер, қазақтар, әртүрлі ұлт өкілдері Қазақстанда. Жарайсың. Бұл команда бізде X командасы. Так, келесі команда. Қайсы номер таңдаймыз? Бекжас. 5. Қазақстанда екінші отанын тапқан белгілі неміс жазушысы кім? Кім? Ол Герой Бельгер екінші отанын тапқан адам. Герой Бельгер, яғни Қазақстандағы танымал жазушылардың бірі. Дұрыс. Бұл бізде нөлдіктер командасы. Дәл толық жауап шыққан жоқ. Келесі команда Жанна, жауап берейік. Мен таңдаған 3-ші
Тыңдаймыз, күштеп қоныс аудару үдерісі негізінен қай жылдары басталған? Ең алғаш. Күштеп қоныс аудару ең алғашқы 1920 жылы басталды. Дұрыс па? Екінші команда. Дұрыс па сұрақ? Яғни ең бірінші күштеп қоныстандыру саясаты бұл 1920 жылы басталған екен, иә? Өте дұрыс, жарайсың. Бұл бізде X командасы, иә? X0-тер командасы сұраққа өте дұрыс, нақты жауап берді. Біз енді кестеге қарайтын болсақ, X-те 0-ге тең шықпайды, яғни бұл жерде нәтиже екі команда достық ретінде қалады, иә? Яғни екі команда доспыз, тең дәрежеде түсті. Жарайсыңдар. Екі командаға соңғы қорытынды сұрақ қоямыз, сол сұраққа беріп жауап береміз. Сұрақ былай, тыңдаймыз. Осы Ресейдің қоныстандыру саясаты қазақ жеріне қандай проблемалар алып келді? Осы сұраққа жауап берсек. Мына командадан. Ал. Қазақтар көпұлтты мемлекетке көпұлтты мемлекетке кіргенде көпұлтты мемлекет болып. Иә, бұл да проблема, иә? Және мына командадан. Қазіргі таңда көп атаулар яғни орысша болып кетті. Яғни қала көптеген көше атаулары бар, орыстана бастады, иә? Және мына командадан Қазақ тілі жойылып, оның орнына көптеген елдерде орыс, ағылшын тілдері айтылатын болып кетті. Яғни қазақ тілден орыс тілі сөйлейтін халықтардың саны көбейе бастады, иә? Және мына команда қандай проблема бар? Қазақстанда 100% қазақтар тұрмайды, көп болып кетті. Яғни басқа ұлттармен араласу процесі жүрді. Және Қуан. Қазақстанда сол жаңа Досмұхан айтқандай көпті басқа ұлттың енді адамдар тұрғандықтан қазір Қазақстандағы кейбір халықтардың ауылдарының атын қазақшаға аударылмайды. Яғни бұл да сол саясаттың салдары десек те болады. Және екінші жоба айтып өткенде Қазақстанда көпұлтты мемлекет болып кеткендіктен екі ұлттың бір-біріне қосылып қанның тазалығы бұзылды деуге де болады. Бұнда проблема санауға болады ма? Болады, иә? Жарайсыңдар, яғни қазақ тілін мәртебесі бұрынғыдан қарағанда төмендеп қалды, иә? Бұл да біздің қазақтың қазіргі үлкен мәселелердің бірі саясаттағы, иә? Өте дұрыс, жарайсыңдар. Тағы үйге сендерге осы кейінгі сұрақты тапсырма етіп берейін. Осы проблемаларға, сендер айтқан проблемаларға біздің Қазақстан саясаты осы мәселелерді шешіп жатыр ма? Осы сұрақты үйде талқылап келесіңдер. Түртіп алыңдар дәптерлерге. Қорытатын болса, бүгінгі сабағымызда екі командада өте жақсы белсенді қатысты, бірақ жоғары белсенді команда бізде мына команда болды. Бұл командада осал емес. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты кері байланыс беретін болса, сыныпты қояр, бүгінгі тақырып сендерге ұнады деп ойлайын. Егер бәрін түсіндік дейтін болсаңдар, күшті белгісін көрсетеміз. Егер мен түсінбедім, әлі сұрақтарым бар дейтін болса, төменгі белгіні көрсетеміз. Бәрін түсіндік па?